Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен мраморный печенье дайындайтын боламыз. Печенье дайындау үшін бізге керекті заттар экранда көрсетілген. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды ағынан сарысын ажыратып аламыз. Ағының үстіне қант ұнтағы және де сары майымызды салып, бір келкі масса болғанша қолымызбен езгілейміз. Қамыр қопсытқыш ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Ас үй таразының көмегімен қамырымызды өлшейміз. Және де теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне какаомызды салып, шоколадты қамыр дайындаймыз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді қамырларды бөліктерге бөлеміз. Ақ қамырымызды 20 грамнан және де шоколадты қамырымызды 15 грамм етіп бөліп, домалақтар жасап аламыз. Ақ қамырымызды осылай жайып, ортасына шоколадты қамырымызды салып, осылай бекітеміз. Мінекей, біздің қамырларымыз дайын. Вилканың көмегімен осылай узор беріп шығамыз. Формасын келтіру өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Алдын ала қыздырылған 180-190 градустық пеште 15-20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын, ас болсын.